Бірде Ұлықпан хакім екі ұлын ертіп көрші ауылға бара жатады. Жолда балалары ағаш басында тұрған Құрқылтайдың ұясын көреді. Балалары әкесіне жалынып: «Әке, ұяда балапан бар, оны үйге ала кетейікші, бағып қағып асыраймыз, жем суын береміз» дейді. Екеуі екі жағынан жамырап. Ұлықпан ұлдарының көңілін қимайды, ұяны қоржынына салып алады. Үйіне келсе, қоржындағы екі балапан тұншығып қалыпты. Анасы шала жансар күйде жатыр екен. Хакім аһ ұрып өкініпті. Кейін зұлым патша жала жауып, Ұлықпанды екі ұлымен зынданға тастайды. Зынданда хакімнің ұлдары өліп, өзі шала жансар күйде әзер шыққан екен. Хакім ел арасында жүргенде осы оқиғаны ғибрат етіп айтып жүреді. Осыдан бастап құстың ұясына тиіспе, обал болады деген тыйымдар шығыпты. Ел аузында Төле бидің қарлығаштың ұясы үшін өзін қатерге тіккені жайлы аңыз бар. Ертеде жоңғарлар тұтқиылдан лап қойғанда хам харекетсіз отырған жұрт жапа тармағай қаша жөнеледі. Бір үй көште қалыпты. Қонтайшы үйге кіріп: «Сен неге көште қалдың? Әлде бізден қорықпайсың ба?» дейді. Би молдасын құрып отырған күйі: «Шаңырағыма қарлығаш ұя салып еді. Қарлығаштың балапандары қанаттанып ұшып кеткенше көше алмаймын. Сенен де қорқам, бірақ Құдайдан қаттырақ қорқам. Себебі қарлығаш қасиетті құс, адамның досы. Топан су басқанда Нұх кемесін суға батудан аман алып қалды. Масаның тілін жұлып, жыланды жер қаптырды. Ыбырайымды отқа жаққанда қанатымен су тасыған осы қарлығаш еді. Ғайсаны ағашқа таңғанда да қарлығаш пайғамбарға болысып ұшып жүрді. Жау келді деп үйімді жықсам, қарлығаштың ұясын бұзамын. Құдайдың достарымен дос болған қасиетті құстың алдында күнәһар болар жайым жоқ. Жан керек болса кеудемде, бас керек болса еңсемде. Керсен алдыңда, кездік қолыңда, білгенің тісте. О дүниеде қарсы алар Тәңірімнің көзі оң болсын» дейді. Қонтайшы сөзден тосылады. Биге бата алмай кері қайтады. Нөкерлеріне: «Мынау әулие адам екен, тимеңдер» деп жүре береді. Содан бастап Төле би қарлығаш әулие атаныпты. Оның бұл ісі кейінгі ұрпаққа өнеге үлгі болған екен.